Сәлем қыздар, бүгін сіздерге табада жабыспай, жыртылмай пісетін қимақтардың рецебімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің еңбегімді бағалап отырсаңыздар, мен үшін рецепт түсірудегі ең қиын жұмыс ол озвучка жасау. Еңбегімді бағалай отырыңыздар. Алдымен 3 жұмыртқаға 4 ас қасық мөлшерінде қантты салып, барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін 1 стакан жылы сүтімізді құйып, оны да араластырамыз. Електен өткізіп дайындап алған ұнымызды бірден сала салмай, аз-аз мөлшерден сала отырып, арасына артық қалмайтындай етіп, толықтай араластырамыз. Жарты стакан сұйық майымызды құйып, оны да араластырып дайындап алатын боламыз. Құймағымыз жақсы шығу үшін маңызды процестердің бірі, қайнап тұрған ыстық 1 стакан суымызға жарты шай қасық ас содасын салып араластырып, жаңағы дайындап алған қамырымызға салып тез-тез араластырып жіберетін боламыз. Тез-тез араластырмасақ, ішіндегі жұмыртқалар бірден пісіп қалуы мүмкін, сондықтан тоқтатпай араластырып алатын боламыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Осындай сұйық масса шығатын болады. Табамызды отқа қойып, қыздырып, аз-аздан құя отырып пісіріп алатын боламыз. Бетіне осылай көпіршіктер шыққанда аударсаңыздар, асты алтын түстес әдемі болып пісіп дайын тұратын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай блинниларымыз жыртылмады, жабыспады, барлығы сәтті шықты. Бұл жерде табаның сапасы маңызды емес, менде аса бір қымбат та табада емес. Сондықтан рецебіміз ойдағыдай шықты. Менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болып, мені қолдап отырыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.